9-шы сұрақ. АОБ тік бұрышын ОС сәулесі екі бұрышқа бөледі. Пайда болған екі бұрыштың қатынасы 4 пен 11 сандарындай. Кіші бұрыштың шамасын табыңыз. АОБ тік бұрышы. Тік бұрышымыз деген ол 90 градусқа тең бұрыш. Ол тең 90 градусқа. Енді АОБ. Одан кейін ОС сәулесі бұрышты екі бұрышқа бөледі. ОС сәулесін көрсетейік. Міне, жаңа нүктеміз ОС сәулесі. Екі пайда болған бұрыштың қатынасы 4 пен 11 қатынасындай. Сонда мынау бізде 4 болсын, мынау 11 болсын. Бірақ жай 4 пен 11 болмайды, ол 4х пен 11х. Неге? Өйткені бастапқы сандарымыз белгісіз. Мына жақта 4 пен 11 ол қысқартылған түрлері. Сонда бастапқы түрін табу үшін бізге қосындысы беріліп тұр. Екі бұрыштың қосындысы 90 болса, 4х қосылған 11х тең болады 90 градус. Мына жақта ол тең 15х тең 90-ға. Х-тің мәні тең 90-ны 15-ке бөлеміз. Х-тің мәні тең 6-ға. Енді х-тің мәні тапсақ, әрбіреуіне көбейтіп, әр бұрыштың градустық өлшемін таба аламыз. Сонда бізге кіші бұрыш қажет. 4х-іміз нешеге тең? 4х тең сонда 4 көбейту 6 тең 24 градусқа. 24 градус дегеніміз жауабымызда С жауабы дұрыс.